Жеңіс күні сан мыңдаған ұрпақ үшін ортақ мереке. Отанын қорғаған жауынгер, офицер мен солдаттардың айбыны. Тылдағы жеңісті жақындатқан жұмыскерлердің ерлік еңбектерінің мәңгі өшпейтіндігін дәлелдейтін белгі болып қалмақ. Жеңіс күні абыройымыз бен даңқымыздың мерекесі. Табандылық пен ерліктік, отанға деген сүйіспеншілік қатал соғыста жеңіске алып келді. Сол бір сұрапыл жылдары қазақ халқы өзінің жеріне, отанына деген патриоттық сезімін ұлттық мақтанышын дәлелдеді. 9 мамыр бұл тек қана мереке емес, бұл халқымыздың батырлығы, бұл ауыр еңбек. Біздің парызымыз бұл күнді мәңгі есте сақтау. Жұдырықтай жұмылған, білекте біріккен, кеңпейіл, қазақ елі жасасын. Келешек еліміздің дархан даласы кең, аспаны ашық болсын. Бүгінде біздің азаматтық міндетіміз болашақ ұрпақты отанды сүюге. Ер есімі ел есінде мәңгі сақталады. Ешкімде, ештеңеде ұмытылмақ емес. Жарыстар Мәскеуде, Ленинградта, Сталинградта жүргізілді. Көрнекті қазақ ақыны Жамбыл Жабаев Ленинградтың ауыр тағдыры туралы өлең жазды. Біз өз аталарымызды мақтан тұтамыз. Өйткені олар біз үшін, отан үшін, қасақандар қылғанша күресіп, бізге жеңіс сыйлады.